Ей пайғамбар, көрмедің бе әлгіні? Әлгі кімді? Әлләзи тәуәллә. Әлгі теріс айналған адамды. Сен оған Құранды оқыған кезде Құраннан теріс айналған адамды көрдің бе? Көрмедің бе? Көрмедің бе деп Алла Тағаланың пайғамбарымызға айтуы Аллах Тағаланың ол кісінің сол қылығын жақтырмай тұрғандығы айтылып отыр. Аллах Тағала тарапынан сын айтылып отырды. Ей пайғамбар, көрмедің бе әлгі теріс айналған адамды дейді. Сенен де теріс айналып кетеді, аят оқылса, аяттан да теріс айналып кетеді. Алла Тағала туралы, нығметтері туралы айтылып жатса да теріс айналып кетеді. Тыңдағысы келмейді. Теріс айналып кетеді. Міне сондай адамдардың бірі Әл-Валид ибн Мұғиро деген кісі еді. Әл-Валид ибн Мұғиро Аллах Тағала сол меккеліктердің арасында мол дәулет берген, мол балашаға берген, Құрайыштың барлығы оны құрметтейтін, Құрайыштың Райханы деген лақап атқа иеленген кісі еді. Аллах Тағала бұған дүниенің жақсылығының бәрін берді. Бүкіл дүниенің есігін ашып қойды алдына. Атақ керек болса атақты алып, дүние, қандай дүние бар, бүкіл нәрсе қолында болды. Сонымен қатар оған аятты түсінуге жақын жүректі берген еді. Қараңыздар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған Құранның аяттарын оқыған кезде, жеке сөйлесіп Құранның аяттарын оқығанда әсерленіп қалады. Әсерленеді. Ақырет туралы айтылады. Жаңағы адамның күнәсінің қиын болатындығы айтылады. Сондай мағынадағы аяттарды естігеннен кейін ол кәдімгідей көңілі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарай бұрыла бастайды. Көңілі иманға қарай бұрылып келе жатыр. Көңілі иманға қарай бұрылып келе жатқан кез еді. Енді бұндай кісі егер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның артынан еріп кететін болса, онда әлгі Алла Тағаланы мойындамай жүрген Абу Жахл сияқты жаңағы неше түрлі топ, олардың бәріне қиын болады бұл нәрсе. Олар әрдайым аңдып жүретін. Кімнің түрі өзгеріп баратыр? Қана мысалдар келтіреміз қазір оған. Кім пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның насихатынан кейін өзгеріп бара жатыр? Соны аңдып жүретін адамдар. Қараңыздар. Осылайша жаңағы Әл-Валид ибн Мұғираның қасына біреуін жіберіп, сіз неге көңіліңізді бересіз Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям? Аталарымыздың дінін толық теріске шығарып жатыр. Сен сонда саған келіскенің бе деп. Сонда айтады, ол маған тозақ туралы айтты дейді. Күнәлардың қиындығы туралы айтты. Мен күнәларым үшін қорқып кеттім дейді. Дәл қазір мен бір шама малымды алып, күнәларымнан тазару үшін бергелі бара жатырмын дейді. Қараңыздар. Сонда жаңағы кісі айтады, сен былай істе дейді. Сен ол малды маған бере сал. Ана ақыретке деген иман жоқ қой, қараңыздар. Малды маған бере сал, мен ақ көтере салайын сенің күнәңді дейді. Қараңыздар, қандай мәселе. Мен ақ көтере салайын сенің күнәңді маған бере сал дейді. Бірақ ары қарай жаңағы мына терең білім болмағаннан кейін Алла жайында, ақырет жайында бірақ әсер басталып келе жатқан. Түсіндіңіз бе? Сол жерде жаңағы оны алдайды, арбайды олар, атағын айтады, тағы да басқа нәрселерін айтады. Мүмкін емес сен сияқты Алла Тағаланың сен секілді адаммен ондай істеуі. Сен маған бере сал, мен сенің күнәңді көтере салайын дейді. Сол жерде жаңа мәміле жасайды жаңағы кісі. Сөйтіп жаңа малды береді анаған. Ол айтады, мен сенің күнәңді көтердім дейді. Қараңыздар, қандай мәселе. Сол күнәні көтергеннен кейін қайтадан жеңілдеді Әл-Валид ибн Мұғира. Дүние жарқын, тағы біраз жұмыс істеп, кейін тағы бір мал беріп, біреуге күнәмізді арқалата саламыз деген сана жалғасып жатыр ғой, көрдіңіз бе мына жақта қандай. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға кішкене көңілін беріп, сосын теріс айналғандағы кез айтылып жатыр мына аяттарда. Түсіндіңіздер ме? Көрмедің бе әлгі кісіні? Сенен теріс айналған, ақиқаттан теріс айналған. Қараңыздар, уа аъта қалилан. Азғантай ғана берді ғой дейді. Бұл жерде тек қана мал айтылып жатқан жоқ, көңілін. Түсіндіңіз бе? Азғантай ғана көңілін берді де, одан кейін қараңыздар, уа акда, сосын тоқтай салды дейді.
доғара салды. Иманға деген, Құранға деген, пайғамбарға деген көңілін, азғантай ғана көңілін берді де, сосын тоқтай салды дейді. Жаңағы кісі келіп мәміле жасағаннан кейін. Сондықтан Алла Тағала мына жерден андай бір мәселені айтады. Жаңағы күнәңді арқалаймын деген кісінің сөзі, ол Аллах Тағала тарапынан келген нәрсе ба? Қандай негізге сеніп ол күнәсін біреуге арқалата салмақшы, ақшамен күнәсін ауыстыра салмақшы? Қандай негізбен? Сондықтан Алла Тағала келесі аятта айтады, қараңыздар. Аиндаку илмул ғойби, әлде бұл жаңағы кісіде, Әл-Валид ибн Мұғира болса, сол кісіде ғайып ілімі бар ма? Аллах Тағала ашты ма оған? Дәл саған солай істеуге болады деп. Қараңыздар. Ғайып туралы хабар бар ма? Бұл өзінің ақыретін көріп тұр ма ертең? Солай болып жатқан біреу күнәсін арқалап жатқанын көріп тұр ма? Қараңыздар. Соқтан айтады. Индаку илмул ғойби фахуа яро. Яғни бұда ғайып жайында білім бар ма? Ақыретін фаяро. Көзбен көрді ма соны дейді да, солай істейтіндей. Қай жақтан жасап жатыр оны? Әрине бұл жағы шайтанның үйреткен нәрсесі. Сондықтан Аллах Тағала Құранда жаңағы айтады, басқа аяттарында, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, вала тазиру вазирату визра ухра. Күнә арқалаушы кісі дейді. Қиямет күні қараңыздар. Күнә арқалаушы кісі өзгенің күнәсін көтермейді дейді. Бұл қағида. Бұны баяндайды біраз аяттардан кейін Алла Тағала. Күнә көтеруші, күнәні арқалаушы өзгенің күнәсін арқаламайды дейді оғыны. Ва ин тадъу, сондай бір жағдай болады дейді қияметте. Тадъу мусқалатун, күнәсі белін үзіп баратқан, күнәні кәдімгідей арқалатады екен Алла Тағала. Бұл үлкен салмақ болады екен ол. Сондықтан Алла Тағала мусқала деп жатыр. Ауыр, зілдей күнәларын көтеріп тұрған адамды келтіріп жатыр да Алла Тағала. Тадъу, шақырады дейді. Қараңыздар. Иля химлиха, көтерішші мына жүгімді деп. Қараңыздар. Шақырады деген. Көтерішші мына жүгімді. Ла юхмал минху шайюн. Бір нәрсе де көтерілмейді дейді. Валау кана за қурба. Қараңыздар, Алла Тағала қалай нақты айтып жатыр. Туысқаны болса да. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Алла Тағала жақсы айтып жатыр ғой. Ол күні бала бауырынан қашып кетеді. Адам бауырынан қашып кетеді. Туған бауырынан қашып кетеді дейді. Күнәсін арқалата ма маған бірдеңкесін беріп қоймасын деп, немесе бір жақсылығымды сұрап қалмасын деп. Қараңыздар, қандай қиямет деген күн. Өйткені жоқ, азық деген аз, дорба аз, дорбада іштерсе жоқ. Қараңыздар, қандай мәселе. Міне мен осы аяттарды осылай баяндап жатқан кезде дейді Алла Тағала. Иннама тунзиру лазина яхшауна роббахум бил ғойби. Ей пайғамбар, сен осы оқиғаны қазір айтып тұрған кезіңде дейді. Мені көрмей қорқатындарды ғана ескерте аласың дейді. Басқалар деп кете береді дейді. Қараңыздар. Мені көрмей қорқатын құлдарыма ғана ескерту жасай аласың дейді сен осы қиямет туралы. Қияметтің ауыртпалығы туралы. Мені көрмей қорқатын бірінші сипаты. Екіншісін қараңыздар. Ва ақомус сола. Намазды тұрақты оқығандар. Міне, Алла Тағала нақты кесіп айтып отыр. Ғайыпқа деген иман, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аузынан қандай хабар шықты қиямет жайында, түгелі біз үшін хақ. Бұның барлығы ескертуіне сезіміміз жұмыс жасау керек, қуандырған нәрсесіне, сүйіншілген нәрсесіне жүрегіміз жұмыс жасау керек. Сондықтан ей пайғамбар, бұндай аяттарды айтқан кезде, кім мені көрмей қорықса дейді. Қараңыздар, қалай айтып отыр. Көрмей қорқу деген нәрсе бар да, құрметті жамағат. Алла Тағаланы көрмей қорқу деген мағынаны Алла Тағала айтып отыр. Бұл өте үлкен дәреже бұл негізі. Егер Алла Тағала нәсіп етсе. Қараңыздар, қандай мәселе. Ва ақомус сола. Сосын 5 уақыт намазын тұрақты оқығандар. Міне осыларға ғана сен ескертуің жүреді дейді. Өйткені сен айтып жатқан кезде оның жүрегі жұмыс жасап жатады дейді. Кешегі күнәларын еске алып, көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол жұмыс жасап жатыр. Сол жұмыс жасап жатқан кездегі жағдайды айтады. Қараңыздаршы, Алла Тағала қалай деп айтады. Ва ман тазакка. Кім сол сәтте тазарып жатса дейді. Жаңағы өзіңді жеп атуың деген сөз тазару. Тазалық. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Иманға ләззат беретін нәрсесі ол. Ва ман тазакка. Кімде-кім сенің ескертуіңді естіп, жүрегі тазарып жатса,
فإنما يتزكى لنفسه. Ол тек қана өзі үшін тазарып жатыр дейді. Ертең қияметте жағдайы жеңіл болу үшін. Ва илаллахил масир. Сосын Аллаға қарай қайта ораласыңдар дейді барлықтар. А бұндай нәрсені олар не істеді? Күлкіге айналдырып жіберді. Міне олар қарап жүреді. Кімнің көңілі өзгеріп бара жатыр, сол адамды барып өзгертеді. Мысалы, Надыр ибн аль-Харис деген кісі осы іспен күні-түн айналысқан адам болған. Арнайы сапарларға барып, анау Парс елінің өзіне барып, ана Рүстем деген нәрселерді кезіндегі батырлары, нелері парсылардың неше түрлі өлең, жырлар, қараңыздар, жырларды алып келеді, неше түрлі. Содан жаңа бір үйде тұрғызады. Бір кішкентай үйді тұрғызып, ішіне қыздарды сатып әкеледі. Жаңа қыздарды неше түрлі киімдерге жаңа ашық-шашық киіндіріп жібереді, шарапты қояды, жаңа қыздардың қолына жаңа нәрсені береді. Сонымен жаңағы біреудің көңілі өзгеріп баратса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның насихатынан кейін соны алады ғой бүйтіп. Жүр, бізде бұдан да жақсы нәрсе бар деп. Сөйтіп аппаратта кіргізіп жібереді. Сол адамдарға қатысты сондай аяттар түскен. Ва минан наси ва яшри лахуал хадиси дейді. Сондай жаңағындай ермек нәрселердің барлығын, жаңағы шарабы бар, қызы бар, сондай нәрселерді арнайы сатып алып жүрген адамдар бар дейді. Мына діннің орнына, пайғамбарға көмектесудің орнына керісінше қарсы нәрселерді жасап жүр дейді олар. Не үшін? Лиюдилля ан сабилилля. Алланың жолынан адастыру үшін дейді адамдарды. Сөйтіп аппараттан жоқ қоя береді. Қоя берген кезде анау жаңағы нәрселер, анау қыздарды көрген кезде бітті ғой. Көріп қандай мәселе. Осындай нәрселер істеген олар. Бұл үлкен жұмыс болған кәдімгідей олар үшін. Ақшасын салған сол нәрсеге. Юнфиқуна жаңағы амуалахум. Ли ясудду ан сабилилля. Алланың жолынан тайдыру үшін ақшаларын жұмсаған деген мәселе. Яғни қазір түнгі клуб деген нәрсе болса, түнгі клуб солардың заманында әрбір көңіл өзгеріп жатқан адам барады, салып жібереді. Болды ма? Дұрыссың ба? Ол шығарып жібереді. Көңіл өзгеріп жатыр ма? Салып жібереді. Арнайы осымен айналысқан. Сөйтіп олар келіп айтады, міне өмір деген нәрсе. Ал анау Мұхаммедтің айтып жүрген нәрсесі саллаллаху дейді. Ол деген бос нәрсе ғой деп айтады. Күлкі, мазақтайды оны сыртынан. Улайка лахум азабу мухин. Қараңыздар, Алла Тағала қандай айтып отыр. Осындай мақсатта жүрген адамдар үшін дейді да, мысалы, оларға біз қорлайтын азапты жібереміз дейді. Міне. Дінге қор сияқты қараған үшін, дінді мазақ қылған үшін деген мағынада. Не, шайтан оларға үйретеді осындай нәрсені. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Кейін Хубаб ибн аль-Арт деген сахаба, жаңағы радиаллаху анху, өте көп қиыншылық көрген меккелік кезеңде. Ол кісі темір ұстасы болып жұмыс істейді. Содан Әл-Ас ибн Уаил деген жаңа мүшрик кісі қылыш жасап берші маған дейді оған. Ақшаңды кейін берем дейді. Жақсы деп қылыш жасап береді. Сонымен бір күні келіп, жаңа кездесіп қалған кезде ақшамды, пұлымды қашан бересіз десе, мен саған пұлыңды бермеймін. Қараңыз қандай мәселе. Қашан Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам кәпір боласың, қараңыздар. Қашан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген қарсы келе бастайсың, сол кезде берем пұлыңды дейді. Қараңыз қандай жағдайларға дейін пайдаланған, адамның экономикалық жағдайының өзін пайдаланғанда тайдырып жіберуге да. Сонда Хубаб ибн аль-Арт, бұған дейін ол қаншама қиыншылық көріп келген кісі ғой. Қожайынның өзі әйел болған, қаншайым. Кәдімгідей бүйтіп келіп, анау қыз өзі темір ұстасы болған кезде ана көсеуді алып отқа қызып тұрған. Басына бас жіберген, қожайын әйелі. Сондай дәрежеге дейін болған да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады, "Я Аллах, күнде неше түрлі істеп жатыр, маған не істеймін? Сабыр ет. Сабыр ет. Қазір Алла Тағала беріп отқан тек қана сабыр." Қараңыз қандай мәселе. Содан жаңағы бермеймін дейді. Сол кезде Хаббаб ибн аль-Арт айтады оған, "Аллахпен ант етемін" дейді. "Мен ешқашан Мұхаммедке қарсы келмеймін, саллаллаху. Оған деген иманымды ешқашан сатпаймын. Сен осыны көресің. Осы иманымды сатпағанымды сен көресің. Өліп қайта тірілген күні" дейді. Сонда жаңағы күлкіге айналдырады. Өлесің, қайта тірілесің деп айтасыңдар осы сендер. Маған бұл дүниеде берген Алла бұны. Бұл дүниеде бермей ме маған? Қараңыздар.
Сен айтып тұрған жаңа ақырет рас болса, онда неменеге қарызыңа жаңағы ақшаңа сен қиналып тұрсың? Қияметте берейін саған дейді. Қараңыз қандай нәрсеге дейін сөйлеген. Ақыретте маған осы дүниеде Алла маған мал берді, бала берді, сол секілді маған ол күні де мал мен бала береді. Сол күні кел, мен саған берем дейді. Осындай дәрежеге дейін мазақ қылған иманның негіздерін көрдіңіз бе? Міне сол кісі туралы да Аллах Тағала Құранда айтады. Афарайталлази, көрмедің бе пайғамбар әлгі кісіні? Аллази, жаңағы мысалы кафара би аятина. Ол біздің аяттарымызды мойындамаған. Сосын былай деп айтады және дейді. Қараңыздар. Вақола ла утиянна малан ва валада. Маған қияметте де, ақыретте де маған мал мен бала беріледі деп айтады дейді. Осы сөзін Алла Тағала жаңа айтып отыр ғой. Көрдік қандай мәселе. Сонда Аллах Тағаладан жаңа аят түседі. Атталағал ғайба, ақыретті көріп тұрма дейді. Қараңыздар. Амиттахаза ғиндар рахмани ахда. Алланың қасынан бір хат келді ма бұған, серт жазылған. Сенікі дұрыс, саған солай істейміз деген. Қалай сөйлеп жатыр дейді бұл. Бұл осылай батыл сөйлеп отқандықтан дейді. Кәллә, әсте ол ойлағандай болмайды. Санактубу ма яқулу. Қараңыздар Алла Тағала қалай деп отыр. Жаңағы сөзін жазып қоям дейді мен. Қиямет күні көрсетем. Сол сөзі үшін дейді. Уанамудду лаху минал азаби мадда. Мен оны ұзақ азапқа сап қоям дейді. Сол сөзінің кесірін көреді дейді. Ешқашан шыға алмайтын ұзарған азап деп отыр Алла Тағала. Өзің қараңыз қандай мәселе. Сосын айтады жаңағы уанарисуху ма яқулу. Ал жаңағы айтып тұрған маған малым деген нәрсені мен тартып аламын дейді. Қараңыз Алла Тағала қалай сөйлеп отыр. Баласын да малын да тартып аламын дейді. Менікі дейді ол. Мүлк, зат. Ваятина фарда. Қараңыздар қалай айтады. Баласын да малын да алып қоямын да қиямет күні жалғыз келеді дейді. Міне ең қорқынышты сәт та. Жалғыз келеді дейді. Осы жалғыз келетін деген нәрсені пайғамбарымыз салсам түсіндіру үшін. Я айюханнас, ей адамдар, антумул фуқарау илаллах. Барлықтарың Аллаға пақырсыңдар деп отыр. Қараңыз аят қалай сөйлейді. Пақырсыңдар дейді Аллаға. Мұқтажсыңдар сендер. Қиямет сондай бір күн, түгел мына ләззат тартып шығады. Жоқ ештеңке мына жақта. Тек қана қорқыныш тұрады мысалы. Аллах Тағала рахымымен аман алып қалған адамдар болмаса. Міне сол кісі сондай сөзді айтқан. Алла Тағала аятпен жауап беріп, тағдырын шешті сол жерде. Жалғыз келесің ертең, көреміз.